Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен асқабақтан өте дәмді шығатын манты жасайтын боламыз. Бізге керек асқабақ, 3-4 картошка, 2-3 пияз қажет болады. Барлығын ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және 2-3 қасық сұйық май қосамыз. Барлығын араластырып дайындап қоямыз. Енді қамырын илейтін боламыз. Бізге керек 1 стакан су, 1 қасық тұз. Қамырын қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қылып илейміз. Осындай болып шығады. 5-10 минутқа ең қандырып қоямыз. Сосын бөліктерге бөліп, осылай қамырымызды жаямыз. Міне мантын түйіп, мантываркамызға салып 40-45 минут пісіретін боламыз. Видео ұнаса маған лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.